Жаңа бір статья оққам, зачем мозгу кислород деген. В шоке болдым мен. Көп білмеген заттарды оқып. Оказывается, загрязненный воздух деген адамның өміріне конкретно влияет екен. Адамның поведениесіне, даже Америкада бір ученыйлар не жасаған ғой, исследование. Сол кезде выяснять етіпті, самый преступный городтар, олар загрязненный городтар екен. То есть адамның миына әсер етеді екен жаңағы загрязненный воздух, мысалы жаңағы түтіннің иісі деп жатырмын ғой. Соның бәрі әсер етеді, адамның миы дұрыс істемей, адам стресс болады дейді да. Қай жерде стресс көп, сол жерде преступность көп болады дейді. Вот, сондай мен көп жаңа заттар оқыдым, мен сонымен бөліскім келіп тұр. Бұлай алып қарасаң, логично да негізі. Но бірақ та реально осындай научный исследованияларды оқығанда түсінесің да бәрін конкретно. Одан сайын түсінесің. Сол жаңа тағы не жазылған, адамның миы бар ғой, біздің миымыз, соның тканьдары бар ғой. Сол 20 есе больше потребляет кислорода, чем мышечный, обычный мышцаның тканьмен салыстырғанда. Жүректің тканьмен салыстырғанда 5 есе көп потребляет деді екен мозг. Сондықтан миға кислород, свежий кислород деген, свежий воздух деген прям максимально өте қажет екен. Соны түсіндім, короче. Және де панический атака болады дейді адамда. Жаңағындай кислород жетіспегенде. Панический атака еще адамның миындағы нейрондар өле бастайды екен. Бәрі емес, тиіп өле бастайды екен. Кислород жетіспегенде, загрязненный воздух болғанда біз байқамаймыз ғой. Бірақ та кішкентай нейронный сеттер ақырын өле береді екен. Адам паникке құршается содан. Сол достар, бүгін воздух туралы көп айтып кеттім. Өйткені ол меня былай айтқанда коснулся лично. И былай айтқанда қалада тұрған, бәріміз қалада тұрамыз ғой, қалада тұрған соң бұндайды білу керек деп ойлаймын. Жайдан жай сторис, жайдан жай уақыттарыңды алмай, осындай полезный информациялармен бөліскім келеді сендермен. Негізі бұндаймен сталкиваться етпеген соң түсінбейсіңдер ғой. Өйткені таза ауада демалып жүргенде онда ойлайсың ғой, кешке қарай таза ауа деп жүресің. На самом деле загрязненный жерге барғанда түсінеді екенсің. Просто кешке қарай далаға шығып, скамейкаға отырып, таза ауа жұтып отқанның өзінің қадірін түсіне бастайсың сол кезде. Все познается в сравнении дейді ғой. Вот, сравнение.